Шамамен сол 2009 жылдары ғой деймін. Ол кезде мыс алыбы үлкен зауытта жұмыс жасап жүрген кезім еді. Қандай ауыр болса да, сол пештің қасында мыс қорыту өзімізге үйреншікті дүние болатын. Сол жылы біздің ұжымға қорғау қызметінен ауысып келген Нұрлан есімді жігітті менің қасыма үйренсін деп бекітіп қойған еді. Нұрлан өзі менімен қатар құрдас болып шықты. Өзі ашық, сыпайы жігіт, әу бастан сөзінің жараса кетті. Қай жағынан болса да, маған Нұрланның адами қасиеттері жағып тұратын. Содан не керек, дос болып, жұмыста болсын, жырақта да жақсы араласып, сырласып жүрдік. Бір сөзбен сыйластығымыз арта түсті. Нұрланның үйленгеніне 7 жыл болған екен. Бірақ жолдасының денсаулығына байланысты перзент болмай жүргенін де жасырмады. Соған орай күйзеліп жүрсе де, досым сыртқа бір бейнесін көрсетпеген еді. Сол кезеңдерде менің балапандарым әлі кішкентай болатын. Нұрлан біздің үйге келгенде олармен ойнап шынайы жақсы көріп, балажандығы байқалатын. Әрдайым балаларымды атымен атап, қал жағдайларын сұрасуды ұмытпайтын. Әрине, іштей оған дос ретінде аяушылық танытатын. Бірақ оның әйтеуір бір уақыттарда бала сүю бақытына кенелетінін іштей сезетінмін. Өтірігі жоқ, кейде жұмыстан шығып шаршағанды басып, сыра ішетініміз де бар еді. Сондай бір отырыста ол әйелінің емделіп келгенін айтып, әзірше нәтиже жоғын айтып бір күрсінді. Әңгіме сол тақырыпқа мойын бұрғасын. Өзім баяғыдан жаным ашып досыма айтқанымды әлі күнге шейін өкінемін. Нұрлан, өмір өтіп барады, уақыт ешкімді аямайды. Қанша жыл көрдіңдер, қолдан келетін оңға басар жайы жоқ. Саған ізбасар қалай да керек бауырым. Сен деп қалай бастарымды білмей тұрғанымда, бауырым деп сөзімді өзі бөлді. Не айтпақ ойыңды түсіндім. Жалғыз сен емес, біршама туыстарымнан естіген әңгімем ғой ол, деп иығымнан қақты. Маған деді ол, көпшілік жаныңдағын таста, онда тұрған еш күнә жоқ. Өзіңді ойла, болашағыңды сайла деп талай өте жақын туыстарымды айтқан еді. Әрине түсінемін, перзент керек, жігіт болған соң өзіңнен кейін тұяқ қалдыру дегендей. Бірақ мен мына қыздай алған әйелімді қимаймын. Жарайды, оны тастап кетермін, үйленермін, балалы болармын. Бірақ мені алаңдататыны, оның тағдыры не болмақ? Меннен басқа кімге керек болар? Әлбетте мен оны жақсы көрем. Не болса да бәрі Алланың қалауында ғой. Баласыз кетсек те бір-бірімізге бала болып жүре береміз деп жымиды да қойды. Алайда үмітсіз шайтан емес пе досым, деп тоқтады. Бұл әңгімеден кейін оның адамгершілік қасиеті жоғарыда тұрғанын көріп, осындай досым болғанына дән риза болдым. Әрине, өз сөзіме іштей ұялып, дұрыс әңгіме айтпағаныма қынжылдым. Бұдан кейін ол мәселеге көп тоқтала бермейтін болдық. Зымырап уақыт өз арнасымен ағып жатты. Соңғы кездері Нұрлан өзгергендей болып көрінді. Қасындағы жайдары ашық адам тұйықтанғаны сырт көзге білінеді емес пе? Бір күні жұмыста өзі маған ашылғандай болды. Мен үйде Құран оқып, намаз үйреніп жүрмін. Егер қаласаң бірге көрелік деп ниетін білдірді. Мен қарсылығым жоқ, әрине, бірақ жұмысымыз шаң мен газдың тұнып тұрған ортасы қалай болады екен, және ертелі емес пе деп білместік таныттым. Ол үндемеді. Баяғы Нұрлан жоқ. Отырыстарға көп бара бермейтін болды. Бір сөзбен досым күрт өзгерді. Бірде таңғы ауысымға келгенбіз, әлі есімде. Көңіл күйі тамаша, жымиып, қазір бір нәрсе айтам, оңашада деп қалды. Ойым, Нұрлан алдында әйелін көтерді деп бір-екі мәрте қуанып келгені болған, бірақ көпке ұзамай түсікпен аяқталғаны болатын. Сол шығар деп болжадым. Оңашада өзінің бүгін таң намазын оқып, Аллаға құлшылық ниетін бастағанын айтып қуанды. Мен де ол үшін қуанып, қабыл болсын досым дедім. Не керек, досым жұмадан қалмай естіп білгенін уағыздарын айтып бөлісіп жүрді. Ұжымдағы кейбір жігіттер вахабист деген кекететіндер болды. Бірақ ондай арзан дүниеге мән бермейтін өзі. Себебі жат ағымнан аулақ еді.
Ең бастысы оның ниеті шынайы екенін мен білетінмін. Солай 1 жылдың шамасы өтіп кетсе керек. Күндердің бір күнінде ол әйелінің аяғы ауыр, Алла қаласа 3 айдан кейін босанып қалатынын айтып, ағынан жарылды. Менің қуанышымда шек жоқ енді. Шынында айтсам, өз әйелім босанатындай қуандым. Оның осынша неге жасырғанында сұраған жоқпын, себебі білетін едім. Алла қаласа айтқан уақытында әйелі торсықтай ұлды дүниеге алып келді. Досымның қуанышында шек жоқ. 10 жыл күткен бақытты арманы орындалды. Дүркіретіп шілдеханасын кафеде жасады. Бәрі Алланың қалауы, Алланың ризашылығы деп аузына тастамайтын болды. 1,5 жылдан кейін келіншегі тағы бір торсықтай ұлды сыйлады досыма. Досым Нұрлан айтатыны, намазым менің бүкіл өмірімді өзгертті, не жасасам да оңынан шығып тұрды дегенді әл жадымда. Одан кейін мен бақыттылық жұмысқа ауысып кеттім. Ол болса қалды. Анда-санда көрісіп тұрамыз. Бір пәтерлі үйде тұратын қазір ақша жинап даңғазардай жер үй алыпты. Өмірге риза да әрі бақытты көрінеді. Досым аман болсын деймін. Алла ризашылығын білдіріп, бала шағасының қызығын көрсін демекпін. Міне қадірлі оқырман, қандай болса да досымның басынан өткен өмірін сіздермен бөліскім келді. Мүмкін біреуге ой салар, мүмкін басқасы дегендей. Аман болыңыздар. Алла өзі ризашылығын білдірсін өздеріңізге.